Ірі көлемде қаражат жымқырды деп айыпталған ерікті Перизат Қайрат, мен кінәмді мойындамаймын және өзімді қорғаймын деді. Астанадағы сот отырысында Перизатқа анасымен бірге қайырымдылық қоры арқылы жиналған 3,5 миллиард теңгені жымқырды деп айып тағылған болатын. Көріп тұрғандарыңыздай ауа райы бұзылуына байланысты бізде санаулы ғана минуттар бар. Азық-түлік қораптарын әскери тікұшаққа салып жатырмыз волонтерлармен бірге. Тергеу нұсқасы бойынша бұл қаражат су тасқынынан зардап шеккендерге көмек көрсетуге, мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған оңалту орталығын салуға жұмсалуы тиіс болған. Құрметті халық, сіздердің аманаттарыңыз қазір бірер секундта ауыл-ауылдарға ұшатын болады. Көріп тұрғандарыңыздай ауа райы күрт өзгеруде. Мешки один на один и сверху коробки потом. А муки не получится? Сейчас, солнышко, подожди. Только один вертолет, да? Сейчас второй готовят. Ура! Спасибо, спасибо. Так, это все в УИЛ, правильно? Да. Алайда қомақты қаражат элиталық жылжымайтын мүлікке, көліктерге және шетелдік сапарларға жұмсалған. Сатып алынған мүліктердің қатарында 7 пәтер, 3 люкс автокөлік, брендтік әшекейлер және 17 шетелдік сапар бар. Бұдан бөлек прокуратура қордың заң бұзушылықтарымен тіркелгенін, қолтаңбалардың қолдан жасалғанын, ал заңды мекенжай ретінде компьютерлік клуб көрсетілгенін мәлімдеді. Қоғам белсендісі бұл айыптаулардың барлығын жоққа шығарып, мен айыптау актісімен келіспеймін, дәлелдер негізсіз, тергеудің қиялы болжам үшін мен жауапты емеспін, мен айыптауды мойындамаймын деді.